2006 жылы үй сатып алдық, 2017 жылы үйіміздің жанынан жол салды. Бірақ біз мемлекет мұқтажына жерлері алынғандардың тізіміне кірмей қалдық. Жол салу басталғанда үйіміздің қызыл жолақтың үстінде тұрғанын білдік. Жер телімін өлшегенде бір бөлігін құзырлы орган өз бетінше қосып алған деп тапты. Бірақ біз ешқандай жер қосып алған жоқпыз. Сатып алғаннан бері жол телімінің көлемі еш өзгермеген. Бізге салынған айыппұл заңды ма? Кінәңіздің жоқ екенін дәлелдеу үшін сіз құзырлы органдардан бұған дейінгі құжаттарды көтересіз. Ол құжаттардың ішінде шынымен де шекарасы осындай болған, өзгермеген және бәрі заңды түрде рәсімделген деп тапса, онда қызыл жолаққа сіздің кінәңіз жоқ біріншіден, екіншіден қызыл жолаққа кіретін жаңағы жердің бөлігін мемлекет сатып алуға міндетті. Ал қызыл жолақтың үстінде құрылыс тұратын болса, онда ол құрылыс бұзылады. Егер де ол құрылыс бұзылған болса, ол құрылыстың ішінде құрылыстың бәрі заңды болып, құжаттары рәсімделген болса, онда сіз келтірілген шығынды кінәлі тараптан өндіріп алуыңызға болады сот арқылы.